Чон Дуйон 1999-2000 жылдары Яннам және Кёнсаннамдо провинцияларында кемінде 9 кісі өлтіру және 2 кісі өлтіруге оқталу жасаған оңтүстік кореялық қарақшы және сериялық өлтіруші. Чон Дуйон 1968 жылы 31 желтоқсанда Кореяның Пусан қаласында дүниеге келген. Ол көп балалы отбасынан шыққан, 5 баланың кенжесі болатын. Әкесі Чон 2 жасында қайтыс болады. Нәтижесінде анасы нағашысының қолына қалдырады. Ал ол қайтадан тұрмысқа шығып, үлкен балаларымен басқа қалаға көшіп кетеді. Дуйонның нағашысы өте жұмысбасты және жиеніне аз көңіл бөлетін. Сондықтан оны балалар үйіне жіберіп, анда-санда ғана барып тұратын. Сонымен қатар болашақ қылмыскер өзінің сыртқы келбеті мен бойына байланысты кемшілік кешендерін дамыта бастайды. 18 жасында оның бойы небәрі 1 метр 63 сантиметр болған. Чон ешкіммен араласпайтын және тұйық болды. Нәтижесінде басқа адамдар өз сөзімен айтқанда оны елемеді немесе байқамады. 1986 жылы 17 жасында Чон Дуйон 43 жастағы полиция қызметкері Ким Джанилді өлтіреді. Себебі қылмыскердің айтуынша, Йон офицерге өтініш жасаған кезде офицер оны елемеген. Кісі өлтіруші тез арада тұтқындалып, 11 жылға бас бостандығынан айырылады. Ол оны толық өтеген. Бостандыққа шыққаннан кейін көп ұзамай Чон ұрлық үшін тағы да тұтқындалып, тағы 6 ай түрмеде отырады. Қайта босатылғаннан кейін көп ұзамай Чон Дуйон өз сөзімен айтқанда үйленіп, өз пәтерін сатып алу үшін бай үйлерді тонауды бастайды. Қайта ұстағаннан кейін полиция Чон Дуйонның 16 үйлер мен пәтерлерді тонауға қатысы барын анықтайды. Қылмыскер ұрланған ақшаның барлығын өзінің жеке банктік шотында сақтаған. Онда ұсталған кезде ол 130 миллион вон, шамамен $110,000 жинап үлгерген. Чон Дуйонның олжаны сатуға көмектескен Ким Чен Йон атты сыбайласы болған. Бірақ өз сөзімен айтқанда ол Чон Дуйонның кісі өлтіріп жатқанын білмеген. Сериялық өлтірушінің алғашқы құрбаны Пусанның элиталық ауданында жалғыз тұратын үй шаруасындағы әйел Ли Юнджа болды. Қылмыскер әйелді ерекше қатыгездікпен өлтірген. 1999 жылы 2 маусымда Чон әйелдің басынан бірнеше рет соққы жасағаны соншалық, оның бет сүйектерінің барлығы дерлік жойылып кеткен. Содан кейін үйді тонап, қылмыскер оқиға орнынан қашып кеткен. 1999 жылдың 15 қыркүйегінде Пусандағы тағы бір бай үйді тонау кезінде Чон Дуйон кездейсоқ болған үй қызметкерін өлтіреді. 1999 жыл 21 қазанда Чон Дуйон Ульсан қаласындағы сәнді тұрғын үй кешеніндегі пәтерде тонау кезінде үй иесі мен оның 24 жастағы ұлын ұрып өлтіреді. Алайда жергілікті құқық қорғау органдары бастапқыда кісі өлтіруді Пусандағы болған 2 кісі өлтірумен байланыстырмады. 2000 жылдың 11 наурызы Сеогу қаласының элиталық ауданында Чон Дуйон тонау кезінде пәтерде тұрған 2 әйелге бейсбол таяғымен тағы да шабуыл жасап, біреуін өлтіргенше ұрып соғып, екіншісінің баласы бар деп аман қалдырады. Келген полиция қызметкерлері тірі қалған жәбірленушіден ұзын бойлы 20-30 жас аралығында деген қылмыскердің алғашқы сипаттамасын алады. Ол ұлттық полицияның деректер базасына беріледі. 2000 жылы 8 сәуірде Пусанның Донгбуку ауданында үйді тонау кезінде қылмыскер үйдің 76 жастағы иесі Чун Цинтае мен оның үй қызметкерін пышақтап, сонымен қатар оның әйелін тұншықтырып өлтірмек болған, бірақ әйелі есінен танып қалады. Чон оны өлді деп ойлап, үйден 24 миллион 300 мың вонға чек алып кетеді. Әйел есін жиып полиция мен жедел жәрдем шақырған. Ауруханада әйелден полиция жауап алады. Оған бұрын ұрлықпен кісі өлтірген үшін сотталған қылмыскерлердің бірнеше фотосуреттерін көрсетеді. Олардың арасынан әйел бірден Чон Дуйонның фотосын көрсетеді. Чон Дуйон анықталғаннан кейін бірден іздеу жарияланады. 2000 жылы 14 сәуірде оны Чонан полициясы ұстайды. Ол тергеуде барлығы 16 пәтерлер мен үйлерді тонау, сонымен қатар 11 кісіге қастандық жасағанын мойындайды. Алайда Чонның 2 құрбаны оның шабуылынан аман қалады. Сондықтан оған 9 кісі өлтіру және 2 кісі өлтіруге оқталу деген айып тағылады. Сонымен қатар Чон Дуйон тонау мен кісі өлтіруге қатыспаған, бірақ қылмыскерге үйлерден ұрланған заттарды сатуға көмектескен сыбайласы Ким Чен Йонды ұстап береді. 2000 жылы 21 шілдеде Пусан провинциясының соты Чон Дуйонды 16 тонау, 9 кісі өлтіру және 2 кісі өлтіруге оқталу үшін кінәлі деп танып, оны біріктірілген қылмыстары үшін дарға асу арқылы өлім жазасына кеседі. Оның сыбайласы Ким Чен Йон кінәлі деп танылып,
ұрланған заттарды сатуға қатысы бар деп айыпталып 1,5 жылға бас бостандығынан айырылады. Қылмыскерлердің адвокаттары сот шешіміне шағымданады. 2000 жылдың 30 қарашасында Пусан апелляциялық соты қылмыскерлердің істі қайта қарау туралы өтініштерін қабылдамайды және үкімдерді күшінде қалдырады. Чон До-йон Кореяның жоғарғы сотына заң бойынша мүмкін болатын соңғы апелляцияға өтініш береді. Бірақ сот одан бас тартты. Ол Тэджон қаласындағы түрмеде өлім жазасын орындауды күтуде. 2016 жылдың 28 қыркүйегінде ол өзі қолдан жасаған баспалдақпен түрмеден сәтсіз қашуға әрекеттеніп, 3 қауіпсіздік қоршауының екеуін еңсеріп үлгереді, бірақ ұсталып қалады.